Ғалам бір нүктеден басталып, үлкен жарылыс нәтижесінде пайда болды. Сол сәттен бастап кеңістік үздіксіз ұлғайып келеді. Үлкен жарылыс кезінде барлық энергия мен зат бір жерде шоғырланған болды. Кейін ол кеңейіп, галактикалар мен жұлдыздар қалыптастылығын. Ғаламның ұлғаюын галактикалардың бір-бірінен алыстауынан көреміз. Бұл құбылыс Хаббл заңымен сипатталады. Қызыл ығысу жарық толқындарының ұзарып, қызыл түске ығысуы. Бұл галактикалардың бізден алыстап бара жатқанын көрсетеді. Хаббл заңы бойынша галактиканың алыстау жылдамдығы оның қашықтығына пропорционал. Яғни неғұрлым алыс болса, соғұрлым жылдам алыстайды. Хаббл тұрақтысын пайдаланып, әлемнің жасын шамамен есептеуге болады. Бұл әдіс ғаламның шамамен 13 миллиард жылдан астам екенін көрсетеді. Микротолқынды фондық сәулелену үлкен жарылыстың қалдығы. Ол ғаламның алғашқы кезеңдерінің дәлелі болып табылады. Алғашқы кезде ғалам өте ыстық және тығыз болды. Уақыт өте келе ол салқындап, құрылымдар пайда болды. Ғаламның дамуы белгілі кезеңдер арқылы өтті. Бұл кезеңдер жұлдыздар мен галактикалардың пайда болуына әкелді. Үлкен жарылыс теориясы ғаламның пайда болуын түсіндіреді. Қызыл ығысу мен фондық сәулелену бұл теорияны дәлелдейді.